мынада жоқ қарастыру керек. Білдіз болсын айта қойшы. Қайта құтылмақсың. Қалада реклама агенттігінің алдына апарып тастады. Табылғанда не саны? Неге мен апарып жүрмін? Себеп болса өзін апарып Дәулет, реклама агенттігін сен жұмысың жолда емес пе? Жолда байшасың? Дұрыс сен есің дұрыс емес. Мен реклама агенттігінің алдында шетелдік банкирмен кездесіп, мынау оған қалай тасып жүремін мен? Не істеймін? Сенің апайыңа звондаймын. Тапқан ақылдың, апайыма звондап айтып барсың. Көптен күткен немереңіз үйінде қабас кетіп қалды дейсің. Шешесі қайда десе не дейді? Миының жеткеніне Құдайға шүкір. Ең алдымен мына баланың шешесін тауымыз керек. Ал бізде сен де қосыла десең, кімнің баласы екенін қайдан білеміз? Енді жұмыс қойған баланы кімге ұқсайтынын қайдан білесің? Алыс машады ғой. Қарындашым өзің. Big Santo, come on, you get there.
Бәрінен ішкі күрсемейден жан. Қашықтың жаман еді. Қойы қайда тұрсың? Ен жалан жалмай. Дәулет, бұл сен балам ба? Құдайшы сен балам ба? Толық көзін жетпесе қалай мен балам сен? Телефонның тұрады баласы. Сен кеші-кешісін телефонға жауап берген. Жауап берген не? Өзім айтты ғой. Маған звондама, ертең жауап берген бола. Ол болса, Жалтарма. Қорқашты. бірден ашты ғой. Жала жаппаса адамға. Мен сен үшін 10 минут сүт үйден кеттім. Бұл сен. Мынау не? Көзіңізді ашып қараңыз. Мынау не? Туғандарыңызды жұмбақтап айтпаңызшы. Ашығын айтсам, енді қылбаңыз. Ойбайда мен жап. Балам айтсам, Мен қазір. мынау кімнің баласы? Өзіміз де білмей тұрмыз. Алло, полиция! Қайда балам? Қойыңыз. Енді кімді кетен белгісі бола, ұрланбаған болғанда несі бар? Бұларыш, сен жерден Жинап, қойды. Мына кісі полицияға өткізді. полицияға! Ол шешім. Мен мына баланың әкесінің екенін тым болмаса полиция. Мен опытында ойлап сөйлейді. Қайдағаның көкесін полицияның алдына береді. Демек, бұл жерде бір шикілік бар. Не де осы тәуекел? Бұл менің балам. Сенің балаң! Ой! Басқа адамды қатыға жауып бізген! Сен болмағанда бәріміз қырбас адамдық қой! Ендеше неменеге жалтардыңыз? Айнып қалмай тұрған кезінде бұл жер тезірек кетінші. Ей, кетуін кетермін. Бірақ анау 40 жылға шыққанның бәрі төлейсіңдер. Төлейсің. Ай, жібер! Есіміз көшін жармай қой. Жүрегім орнын сен де Сен мен туайын дегенге Толқын көтірмей, ертең де қымыр ғой. Ертең кел, күн шынға айтсам, ертең таныс берді. баратын жер жоқ болса, 10 минут поздно почему соға? Құдай! Адамдарla не істейміз? Еркектер. Жаратмады ғана емес. Не істеуші едіңдер? Тамақтандырып, жүргенін ауыстыру керек. Айнұр, бүгін ақыр босы келсін, мына бала қарай тұршы. Кешке дейін күту жайын тауып қой. Күту жайын тауып қойымыз. Нұға қалдырмасың ба? Қарасы несі бар? Сендер маған кетпес ма, менен сүтпен жүргендер. Ой, я. Айтпақшы, дәулет, мына баланың шешесінің Шешесі дейсің бе? бала аспаннан салбырап түспеген шығар. Дүниеге келтірген адам қайда? Шамалы жетіне сұрамдық па? Мен десе сенесің бе? Қырғыздар красивый. Ал туғанына сенеді. Егер тап кеше қарнынан сүттай боп тұрғанын көрмесін. Бар, тез жүгір. Мына балаға емден бұдан сүресі, маусырап бар десе әкетпе. Қапет тезеде! Сен ең басты мен балам болмасы жеткенде, елімізде қасына бересің. Қаптаған қызын қыртып бергеннің кәпесің. Мен білмейтін. Қаптама қыздарынан туылып жатқан балалар бар. Немене? Тұғыл, сөнде қадауы бермешін. Мен үндемей жүрген дәулеттің баласы бар болып шыққан соң. Әне, көрдің бе? Мейлі кеткен дәулеттің баласы бар болғанда, қасында мен тұрғанда қыздарға қымбаттайтын сенің балаң жоқ болуын білмес. Жалтармайсың ба? Сенің балаң қайда? Құдай бала, қайдағы баланы айтасың? Сенің балаңның бардасың. Жаныңның бардасындай. Әйтпесе. Өлмеке, балам түрлі сайтанда жоқ. Сенің үйге адамға сенбейсің, ә?
Oyunda katmışım olsa kaydağı bağlayacaksın. Bak, Есташ, ben bu senin canın değil. Kimdir o hadi? Ay, direkt satacağım. Ay, Adam besini yapıyor, Ay, arkadaşlar sen de olsun ediyorsun. Ay, aman basamam. Ay, boşuna böyle dalalım. Kurban yiyorsun. Oğlum, basıyorsun. Aa, o da mı? Devlet basmayın. Bu yeteneği hakkında sizin gibileriniz. Ay, Rasman. Böyle güzel mi öldüreceğim? Ay, o da bakın, gayet iyi bu benim. Ötüktü. İyilikti mi doğru? Ben senin düğmeyeceğim, bitirgen oldum. Duydun mu? Babamdan kalk buldum. Onda tuvalı var. Hazır 20. sırası. Birimiz bu.Ünizlerimiz üyesiyle çok para girdik. Aldın en bağladın. Buna sırrın bilgirini diyeceğim. Sırrımızda aldın duş, aldın bağladın o gibi. Ey, çaylıyorsun üstüne. Bana bulayım, bu çok mu? Ay, Tekzacığım, telefonda ne var sana? Oynuyorlar. Ay, teşekkür ederim. Ay, yerini getirdik. Alo! Ay, Pirgeç! Pirgeç misin? Ay, ya ne bu ya? Ay, Tosuncan mı çok dayanalıyım? Anasın da mı? Ay, ya kız da soğuyum. Ay, ne Pirgeç? Senin şu! Yine yeni mi? Ya bak gidin o. Abaydan suyu meselesi bulandırmışım. Ay, yuvaya mı gitmiş? Özlem babalaştım. Çeşit mi bağda gitmiş? Sus! Ay, Pirgeç de şakayı patlattı. Ay, beni şaslattın tamam. Tosuncan ikiyim, ben zaman yemeğini giysin, kaşar istiyorsun. Sarılıp sürekli Allah direttisi, hoşla direneceğim. Kabusu sertti, devletin balasın, kontasın, bağırma basmadım. Sonuma uzattım ya. Al, kendimsin, kilidi kurmayayım, ben kimsin olarak. Ay ya, al, alayım. Ay baba, olmaz mı? Ay ben bir şey alayım. Dövmecine tutması değil. Bak ol diyeyim o. Bir nişan. Ah diyenin karnı sarıldı. Buna demirilerin oğluyken. Oğluyken değil mi? Ya. Al, bıçaklı cümle istemem. Ya taksim edecekler. Tezledin ya. Ne bulaşıkta bulandıran bakıştı. Ay bir nişan. Buna babanın bir süngür müydü? Karışma soktuktu. Belki bak bu anılarda sana bu. Давай, все, кутем, ага, ты здесь меня. Ой, вот nasıl? Ya, bambaş oldu. Ya. Balık, balık, yemizin neydi? Yemizin. Devletten geriye gitmek. Tabii sonra, abışakta yemizin abışakta mı? Şişesinden başlayacaklar. Ay, bak şu, yeni çantayla. Su yerini gördüm. İstiyor kuşlar mı? Abay siz kaydencisiz. Ay, davranacak çektik de. Bunların ne, yemizin ne kendi tezi? Kardeş kolu. Bu yapmadı size pek acaba ne demek etsin. Haydi adam rütbana diyelim. Ay, hadi istiyorsun. Murda atlaslasay degенмен. Sen onu sıvap durgan жоқсың ба? Қайда қатастайтасың? Енді баланың әкесі сен болмасаң, сенің әкең ойната болмағанда несің? Сен апайға ана баланы мені күйдедің бе? Енді апайың күтпен жерден келді соң, баланың әкесіне. Мынау менің балам емес. Ay, tekrar. Benim babayım siz kılın. Adam değil, armağanda şanağında koşa tapkında. Ой, апатай, жоқ балам қалай бар балам не? Ay, o da namus kes. O da balayı koşa tuttu. Bilmiyorum.
şükür. Kulaş bulaşıyor. Buna zamanları çıkarsalan kayıncak mı? Бедолашка, подержу. Да нет, усвай, если везде саласыз. Böyle böyle etmesin onu. Sen olsan ne seçildin? Ay Gülcan arkadaş. Bana ben bir sevgilinin babanın şimdi kayda ziyan çok var. Uya batay sizce kayda bırakayım. Kayda değil. Ay bir de devlet çok. Adamın koldan dünyanın babanın bir oğluna karşılık kalsın ki kıracak kımız. Niye arkadaşlar? Devlet ben pirinç layıklaydım. Kalağa geldiğimde buna bana bir ağızda biz ki gözüm bölüklerim. Tatlılar mı? Bozacağız. Bana müzik. Ay onlar biz geçmiş çok. Biz de zaten bana tasarladık. Yoksa tanışmadık. Müslüman mı? Ay kesinlikle senin de davet etmişsin. Ne sanır mı lan? Oo ya batay. Öğreneceğim mi? Bu akşam bağımlı osa almayıp salsın diye parmağını verdim resmen. Ay çekin. Tamam aslında kaç olmadan oldu. Çok ne kadar? Нет, балада, жанрашы параға. Мынау ол емес, қыз ғой. Kız olsa ne? Olsa olabilirsin abi. Kız mı git? Hoppa. Git. Бәлбәлені бүлдірген сен. Білмей жатып, ол дегені не? Күнге түр. Енді аяқ болып тұрған соң. Ол деп айта салайын. Саған айтасың, тудыра салды, оп-оңай. Сен де бір таппас бары мені тұтырғанда сөйлейсің бе? Ay bala, bala dedim. Çat bol. Olsun olmay. Oğlum puanım. Karnım doydu. Bütün konuda bırakıp böyle yattın ha. İyi. Al bak baban gözüne bak. Çalışıyor. Çok ki. Oy altından sol üstünden sol. Aynur жаманды тәжірибем болса, ол саған сендері қарай берді. Жомарт күнлер рахмет. Біз балсызға жетіп тұрғанбыз. Иә, жетіспей тұрған мен әсетен, әлдесің баланың шешесін ақсан. Сөз құрмалауынан да жаталсың ба? Жұмысқа кешкен анау, сені алдастырмай тұрған мынау. Қажеткен айтасың. Сонда келген өмірді көмір етпей қой. Мен болсам, табандырып сен салдым. Айнұр, мен де сен салынба деймісің? Жұмыстан кейін салынбай қойшыған десем. Өзім келіп қалдым. Тек білген бір хабарды жүре береді. Сендер татуласа еді, мен кеттім. Жұмысқа кездесуге болмай қалды. Такси етіп жүрген. Қалайша? Білмеймін. Апатайым қарап отыр. Сүтіне келді, пальмасына келіп, саған енді жей берейік. Меніңше бұл үйде сен де тұрасың. Қалған өзің қандастыр. Дәулет! Шын көрінен шықты? Керісінше, жыннан қашты. Себебі жынның иығы сен бол. Аспан айналып келген сені шыны. Айнұр, бұл менің балам емес. Есінде? Қыздардың қолын емес. Қыздар? Тоқта, қайда қыздар? Әне, көрдің ба? Алтынаштай біле қаласың. Ешқандай қызын да, әне, нетіп те болған емес. Енді көрі, әйелі сатқан шыламасын. Солай. Әне, сен не басқасына деген ба? Шейді доғанады, ерістене ашты. Сен ашпасаң, мен ашам. Бәлкім баланың анасы келіп тұрған болар. Айналайын келінжан, амансың ба? Аман есенсің. Айналайсың. Адамның қайсені ұшып жетті. Өзіміздің машинаны гараждан шығарып деп, сол басақ болмады. Айтпашы, жаман. Апырат тұрма, қой тұрсың да? Айналайын келінжан, кісі екінен түнілетін еші, көзіңді көріп, жүрегіміз қышып кеткенде жазады. Үйсі жұмыс екен. Ақсаламы керек. Салынса. Сіз дұрыстың Түсінбейтін несі бар? Осы уақытқа жетсең, не Дәулетжаннан бір ауыз хабар естімей алдымен ашулансам да, бәлкім жаман неменің хабарын естіп, ұшым қап кеткені. Тоқтыға жүріп
ынта алыппыз ғой. Айналайын келінжан, мен Дәулетжанның папасы боламын. Бұл папасы болады. Сіз тоқтай тұрыңыз. Айнұр, сіз ойлаған кісі емес. Бекзатчы, мен өткен сөйледі. Атасына қызымызды Дәулетжан қалмағына қайтейін. Көмегенсің қоза. Болысына келін алды, қоза. Сіз дұрыс сөйлейді тұрсыз. Айнұр, сіз ойлаған кісі емес деймін. Кешек. Енді томпақтап жана мамасы қасықтан басқа көтейіз. Қозғамады. Келін ауылдай жат болады. Жетті естің ғой. Ой, бірмен өзі қанатта құшып кетпейді ма? Қанатсыз жеттік. Ал атасы, мына немерең үшін жиыншы сене балар. Қалағанын сенікі апасы. Атасы, тоқта. Ал менен әжесі. Әжесі салсын деген зам бар ма екен, а? Болмысы шығарсын. Әне, болмайтын жерде залы қиыстар салады осы. О, тоба, бұл әйел халыққа тауа жоқ. Тіпті немеремді ұстау үшін заңға сүйінуім керек екен. Келіспеймін. Келетпесіне берсеңіздерші. Бекзат айтқан дұрыс. Мына бала балаш болсын қажет жоқ. Атасының жолы үлкенірек болғасын атасы болсын деп бірінші. Өсір жеңге келсеңдерші. Атасы балай, ойнас дамыңдар. Ой, жаман көзім. Етіме қарайды ғой мына не. Етінің айналды. Етінің айналды. Жаман деме, есінен айналдырсың. Жүрегінен айналдырсың. Ана жаман немені иісі мұртын шағып жібергені өзіміздің қой екенін көріп. Шынымен мен, сіз оны анықтап қалдыңыз ба? Бекзатчы, қарайды несі бар? Мұрныкі Дәулетжаннікі. Көзі менікі. Атасы. Өй, ер қайсың жерін маған бұйыртасың. Таңсымен қабағына қар жаудырып жүретін бе? Қабағына таңсығанға рахмет жасасын. Апырмай, онады шүкіршілік. Енді Тұрсынжан, бала өзенді болғасына түбі сенді ғой. Оның жөн, апасы, оның жөн. Айналайын келінжан, Дәулетжандікі балалық ебек саған жол болсын. Тек деген бір ауыз сөз айтпады. Әй, тұра тұр. Сен Кенжан деп тұрған тұрсың. Алдымызда біздің келін болмағанда кімнің келіні? Ойбай, жоқ. Мынау келін емес. Мынау Бекзатжанның ең таққан болашақ жары ғой. Ойбой, келінжан, қалқан алдымыздан шыққан соң біздің келін деп ойлап қалдық та. Бекзатжан, аузын бұған өгізге ұқсап не үндемей тұрсың ба? Аузымды аштырмай жатқан өздері болмай. Сөздеріңізді бөлімге ыңғайсызданdım. Оқасшық. Бекзатжанның ең таққан жаны бізге де бөтен емес айналады. Дәулетжан екеуі бала кезінен бірге өскендіктен ол да бізге бөтен емес айналады. Тілегеніміз орындалып, қолымызға боламыз дейіп, есімізден танып жатқанымыз ғой. Әне, әкесі де анам бөтен. Шүкір. Осы неме өмір бойы қатын алмайсың ойлап көп өтемін деп қорқышым, сөйтсем. Немереме тұмай кетті. Иә. Айнұр, мына отырып тұрсыңыз. Қасқалап келіп сөздерді ғана бағып қылар. Шөлде тұрсыңыз. Есін ала жүрді. Сұрағыма тура жауап беріңіз. Ол үйден иесі кім? Аха, осы кісі сіздің башыңыз. Ал емессіз полиция, арыз жазып өлгеніңіз бе? Демек мойындайсыз. Қолыңызды әкеліңіз. Қолымды айтесіз. Сен саған. Не дейік? Күсе салған несі? Алдымен дұрыстап түсіндіріңізші, мына жігітті ешін кісен демексіз. Мойындап тұрған кісі өзі біледі. Ал емессіз полиция, арыз жазбасаңыз болмай ма? Бағана келіп кетіп қой. Не үшін келісіп едіңіз? Ақшасын төлеуге? Аха, ақшаға сатпақ болған екенсіз ғой. Бұл жауабыңыз күнәңізді ауырлатады сені. Сіз өзі заң қызметкері ретінде бізге жөндеп түсіндіріңізші. Мына жігітті ешін кісен демексіз.
Сізге оны білудің қажеті жоқ. Өзі біледі. Бағатыр, басым 10 есеп төлеймін. Арыңызды алып кеткенші. Айыпталушы, сіз айыбыңызды аулатып жатқаныңызды білесіз бе? Қайтып? Заң қызметкерінің көзінше айыптаушыға пара ұсынып жатырсыз. Бағатыр, өмірімде бір рет су алған екенмін. Сол үшін соттатпасыз ба? Су алысқан? Я сотқа басшы мырза, көзтөбестен су алған үшін. Айыппұл төлеп жеткілікті. Аха, сіз тағы не бүлдірдіңіз? Басқа ешіне бүлдіргенім жоқ. Ал мына жастар істе. Толығымен айтқанда баланы қайтпексіз? Қай баланы еді? Сіз айтқан бала осы ғой. Там өзі. Аха, демек ұрлап алған болдыңыз ғой. Мұныңыз енді шарафат деп полиция болса, бұл біздің бала. Дәл деп айтқанда, мен не берем ғой? Естіңіздер ме? Мына кісілердің немересі. Қай-қайдағын айтпай, ұрлап кетсін. Өз басына тапқырмай жүріп, біреудің баласын ұрлап қайтен. Бұған не дейсіз? Бұл жұрттың жанында тағы екінші ол. Бағана мен келіп кеткенде, бұл бала кімнің баласы екенін өзіміз де білмейді. Не дейді? Өзі білмеген оған. Ойбай, алғашында Дәулет екеуміз сыз қалыпты қалғанымыз артынша есіңізді жинап абай келіп сізге хабар беріп дегенде. Ал қасыңыздағы адам қайда? Дәулет бе? Оның маңызды кездесу бар еді. Соның асысына кеткен. Ал сіз ше? Мен кештім. Енді біздің бастыққа келдім ба келмедім бе бәрібір. Қатар соғысты сырықтады. Бірақ мына баланы ұрланға деп ойламаңыздар. Әкесі мен атасы алдаңызда отыр. Әкесі жұмыста. Иә, әжесіне атасы біз боламыз. Тілінен айналдырсың, есінен айналдырсың. Шоқ, Бекзатжан, қайдасың? Дәулетжан келді, есіне шоқ. Қайда? Бала қайда? Сіз баланың шешесіз бе? Жоқ. Ендеше қайда алғаныңыз? 33-ші үйдің 25-ші пәтері осы ма? Я осы. Демек бала осында болу керек. Айыпта барда, айыпты бұлай болыз тап емес. Оны қайдан білесіз? Әне, баланың да көзі. Қой айналайын, алма, бұл менің еме. Коляскасынан батып тұрмыз. Бұл біздің бала. Так. Біздің бала дегенімізді қалай түсіндің? Бұл менің дос қызымның баласы. Ал сіз қайда тұрасыз? Пәтер жалдап тұрамын. Мына баланың шешесі екеуміз тұрамын. Мен жұмыс істеймін. Балаға қарасуға көмектесемін. Не дейді? Соғыс қайда? Сабақта институтты бітіреді. Жарты сағаттан соң сабақ бітіп қалатын уақыт болады. Олай болса мына бала бұл үйге қалай тап болды? Иә, сіз не істемекке бел будыңыз? Мен баланы әкесіне тапсырғым келді. Әкесінің кім екендігін білесіз? Білетінім осы пәтерде тұратыны. Тоқтап тұрыңыз. Сонда сіз мына баланы менің балам демексіз? Сіз осы пәтерде тұрасыз ба? Иә, мен және менің досым. Демек, бала екеуміздің біріміздің баланы. Қайдала, қайтканыш? Кімнің баласы? Аңғыр сені шайын дайын емес. Мираш, ұйықса, сені теңді бұрқырататын остың шегерем. Құдай-ай, бұл менің күніз, ә? Шырағым, сен өзі жөнді айтшы. Мына баланың шешесі кім? Әкесі кім? Өзі қайдан келді? Шошама сұраққа қалай жауап беремін? Деп сұрасаңызшы. Олжақ! Тез! Отырыңыз! Енді біртіндеп сұрақтарды қойға болады. Біріншіден, баланың шешесін тапқаныңыз сәтте қайда? Айттым ғой, институтта сабақта деп. Аха, қай институтта және сабағы қашан бітеді? Дәрігерлер институтында жарты сағаттан соң бітеді. Так, баланы сізге сен тапсырған соң неге ие болмадыңыз? Мен оның аяқ астынан келіп қалатын қайдан білейін? Жігітімнің еренектеп сөз салып жүрген жігітім жол сапарға кеткен болады. Бүгін таңертең үшін күтпеген жерден оралды. Қайда? Осы неткен қаптаған кездесті ме? Сөзім бөлмеңіз. Жігітіңіз оралды деді. Оның балаға не қатысы бар? Телефоннан вокзалда тұрғанын айтып, жарты сағаттан соң жететінін айтты. Баланы көрсе түсінбестік болып қалар деп, баладан уақытша құтылудың жолын қарастырды. Мәссаған! Сонда сіз жігітіңізбен құтылу үшін біреудің баласын қаңғытып жібердіңіз бе? Қаңғыртып
пәтер депті. Дұрыс. Көрсетілген адрес сіздің адресіңіз ғой. Я, менің адресім. Демек, мойындайсыз ғой. Нені? Адресім жасырын ба? Баланың әкесі екендігіңізді. Сонда, басқаны салма баланың бәрі, адрестегі адамдардың баласы екен қайда көріңіз? Мүмкін Нәбикеш, бала сатумен айналасынан шығар. Тоқтап тұрыңыз, мүмкін сіз бала сатумен айналасынан алсадан шығасыз. Әне, маған да сондай. Құдайға шүкірдің болмаса бір рет дұрыс ойланыңыз. Бүгін маған сау сөйлесіз, ертең басқаға солай жараса береміз. Полиция мырза, сіз алып Нәбикеш десеңіз. Ол жағын сізден сұрамайын. Үйіттім Так, екінші тұратын кісі осы кісі ме? Я осы кісі. Кесісімен бұйырмасын, осы шамада қалай жиналып Еркемізде жиналған жоқпыз. Қылмыстың бетін ашушы жиналды. қайда қылмыс? Мен ешкімді өлтіргенімнің орнына жасағаным жоқ. Ұрлық мәселесі ойлану керек деп ойлаймын. Судан таза болсаңыз, мына бала бұл үйге қалай тап болды? Әкесі кім? Меніңше, полицияда мен емес, сіз істейсіз. Сол себепті бұл жұмбақтың жауабын табуды сізге қалдырамын. Жолдап тұрсыз ба? Үнемі есі жалтар етті. Менің ешқашан балам болған емес. Балам түгіл әйелім жоқ менің. Сонда, мына бала менің балам емес. Таңертеңгісін көрер еске тастап кетті. Қайталақты жерге аяды. Полиция мырза, сіз мына баланы полиция бекетіне әкетіп, әке-шешесіне іздеу салды. Ол табылған ақыл. Ол тұрғы бағаныңыздан бері неге олар? Қабылдатудың керегі жоқ дедім ғой. Мына бала біздікі. Нәбикеш депті. Біздік болған кім? Шешесі менің дос қызым. Әкесі екеуіңіздің біріміз. Міне саған. Демек, жел тұрмасы, шөптің басы кім ұзағайдыңыз ба? Қане, қайсыңның балаң? Мойындаңда. Менің балам емес екеніне, мынау басындағы шашындай сендер. Менің де балаңыз екеніне, мұрнында қылауында сеніңдер. Нәбикеш жала жауып. Сұмды. Өз баласын өкпеге жеткен неткен қатыгез жастар. Тудырған екенсің, еркекше мойындасаңдар нетті, ә? Сіз не мойындайсыз? Түрмеге көздері солдат қабау керек. Так! Араласпаңыз! Заң орны шешімді өзі қабылдауға мұршаты жетеді. Жете беруге болады. Кешіріңіз, бірақ мынандай қызды спектакльдің аян көрмей кете алмайды. Сонда біздің жанны сұрағын талтырыңызға сіз спектакль көрейдей болып тұрсыздар, ә? Бәлкім мына бала бұл кісідікі шығар, бұнда ма? Осы кісідікі? Әйтпесе сіз неге таң атпай өзгеге жетіп келесіз? Сіз алдымен баланы жіберіп сосын әдейі тексеріп келгенсіз. Полиция мырза, сіз алдымен мына кісіні тергеу бересіз. Таппаған соң енді анжар басыңдар ма? Сендер таңертеңнен бері менің басыма жауын жаудырмағандарында сендер желкемнің шұқыры көресіңдер, шұқыры! Полиция мырза, мыналарды мені қырбас жолға шаққанның өзі бір тексерістен талап етті деп ойлаймын. Қызым, мына бала шынымен бөтен жаны кім? Я, бірақ әкесі осында. Мамасы, баланы айтады. Бос, сөзді айтпаңызшы. Сүндетті екі еркек шынап жатпай баланы асыраудан қорқты. Басын алып қашып тұрғанда басқа не аман қалады? Апырмай, дүниеде жаны ашқан нәресенің ең тағыр әкесіне болмағанда артық қасірет бар. Біздер, сендер дүниеге келгенде апталап тойлап қуанғаннан жүрегіміз ұшып кеткен жағдаушы еді. Ал қазіргі жастар бала көрсе сайттан көргенде машып тұрады. Апасы, таусың башым. Ей, дәулетжан, мына бала немене? Шынымен де сенікі болса, сен еш уайымдама. Біз папа екеуміз өсіп жетілгенбіз. Тек сен шыныңды айта қойшы айналайын-ау. Мама, тым болмаса сіз маған сенші. Егер өз балам болса мойындар едім, бірақ мынау менің балам емес. Алло, Шолпан, сенбісің? Сабағым қалды ма? Бала қайда дейсіңдер? Шолпан, сен Сейфуллин көшесіндегі 33-ші үйдің 25-ші пәтеріне келші. Біз осындамыз. Бала ана
дауыс шығаруы мүмкін. Мүмкін сен бала асыраудан қашып әжей жалтырып тұрған боласың, ә? Мынандай заманда бала асырауды оңай деп кім айтты сізге? Күн көрген баласын асырайды неге көрінді маған? Әй, баладан қашқан ес. Біз немере баспағында кімді бағамыза? Мама, онсыз күйдірмеңізші. Кім күйіп тұрған? Сен де, әтті немереге елдіме жеттіме дегенде, мынадай масқараға ұшыраған мен күйіп тұрмын ба? Бала түгілі қызыл шүберекке зар болып жүрген жандар қаншама? Бұл иттің баласы, туған баласын өкпесіне тибеді. Папа, маған неге сенбейсіз? Жер бетінде не көп бала көп. Сіздерге немере керек деп айдаладағы біреудің баласын асырап жынды болып па не? Қайдағы айдалын айтып тұрсың сен, ә? Үй өмірі қачаны бәрі дәл кетіп тұрған жоқ па? Дәл келсе, менен басқа bu үйде басқа да адамдар тұратын шығар. Неге мен жалғыз күйеуім керек? Негізі, саған сәйкес отырғандықтан жауапкершіліктен қашпау керек. Тойды ашпады, жауапкершіліктен қашпайтын шығар сенсің бе? Әйел алатын ақымағын мен емес деп, дүймерге ақыл үйретеді кім екен, а? Мама, Ильич, ойдақты көміртек жалықтым деп сайған. Айнала дере ақмағым нені емес екенсің ғой? Ол аздай, мен олардың әйелі жер бетіне туылған жоқ. Есі дұрыс еркек өзіне 25 жас қыз алу керек деп, көк итін өлтірек па? Сен екеуміз құрдасың. Тоқта, демек сен менің өзіме тұтпай, кәрісті жүр екенсің ғой. Дай, қайдағы? Біз біріп жүрмесін. Мыналарға қылсам адамдар шығар. Сен мұнда не қып жүрсің? Әкелей болады. Қашқан кемді қайдағы? Азаман Шошалпан, қолыңыздағы бала сіздікі ме? Я, мен балам. Оны растайтын куәлігіңіз бар ма? Я, бар. Мен болады. Аха. Куәліктен сатты жерге қалып кетті. Оны не қылай деп едіңіз? Мына жерде үлкен тартыс болып жатыр. Қайдағы тартыс? Турасын айтқанда, сіздің балаңыз Мен балам тартысқа қандай қатысы бар? Қатысың маңызы сонша, осы жиналған жұрттың бәрі осы бала үшін сәйектенен бастап қырақ пышақ болды. Кем, сен білмасын. Мен баламның тартысқа қандай қатысы бар? Тап қалдым. Мен баламда қалай тап болған? Көлгермен тап болды. Дәлден айтқанда, бала көлгермен алдына бекеш өздіп келді. Бар, Бәле, сен не шыққан сен қой. Мен саған бала кезін таудап деп педім, мен дағдымда не жұмысым бар? Сен болмасаң, жамалық алмайтын деп пе? Өзім емеспін. 33 үйдің 25-ші пәтерінде тұрады екен. Қайдағы 33-ші үйдің 25-ші пәтерін айтып тұрсың сен? Тоқтайсың. Пәтерін жұмсайды. Бірақ ол үйдің номері басқа ғой. Ол үйдің номері 133 болады. Құдай бар екенсің бе? Böyle саған сыймаймса, үйінен шықпай менде. Тоқтай тұрмыз. Сонда, үйдің нөмірінен қажейскен болды ма? Айттым ғой саған мен бала емес деп. Сонша қамдашты. Мына бекеш жігітке асқан деп бір сан тастап кеткен. Есесіне біз тасталғанымыз шықты. Осыдан қыздан тауықтың үйі бар екеніне қалай сенесің? Так, айыпталушы, қыздардың намысына тимей жүріңіз. Әйтпесе жауапқа тартыласыз. Не болып жатқан үшін деп сізге шампар ма мұнда? Мен балам болады. Тазақтан болғандарсыз қалай? Енші жасалтындансың. Таңертеңгісі көйлер маған, бұнды посылка деген қағазға қол қойдырып алдым. Мен не посылка екеніне мән бермей ішкі бөлмеге кетіп қалдым. Ояна келсек, коляска бар. Коляска? Коляскамен қоса бала жатыр. Сонда, мен баламды беріп тасташы ма? Басырақ түгілі, есігімізге бастап кеткен. Сұмдықтың көкесі, ұмартырған әке шешемнің маған сенбей, мына сіздің балаңызды немересіне болағанда. Қысқасы осы, ар жағын шындық деген өзіңіз айттыңыз. Алло, Шыңғысхан, сен кездердің 33-ші үйдің 25-ші пәтеріне келші. Қажет болды. Келші. Жалғыз жағалып жүргені. Азамат Шошалпан, бала сіздікі екендігін растайтын қағаздар заңдастырылған ғой. Я заңдастырылған үйіне егіп жүріңіз. Көрсетемін. Осы үйге 2 жігіт бар. Мен де барсам болады. Таным айттым, адамның үйіне баруға жетпе жоқ. Барғысы келсе, дөдел басын. Ой, қашаннан бері мәдениетіңді насиып ал. Қандас үйіңізде құтырған бала бар ма?
өзің бекзатқа бала беремесе ол итжеккенге деген Оны сен маған күнде алып істеп берші. Сілемай! Екеуі қатында шанышқан доғара ма жоқ көз, а? Сендер екеуі бір пәтерде тұрам деп, деп жерден келгісің. Әлі өлі, осыдан мына тірлік бір жайы болсын, пәтерде қараңғы батырасың. Папас, қазіргі жастардың өсектері бар ма? Тұрмай, ойдақ баланы жалғыз жіберге болмайды деп қанша қақсады. Тыңдамады, тақыры не? Бұл иттің баласы егер барып тұрады. Несі қанысты ғой? Үлкен адамдар келеді. Әкесі осы ма? Иә, осы. Сен қарсы жүреді ғой. Қысылуды әлде доғанлар. Бірақ осы шекер сен айтылмасқа кепті. Бақшаңызға айтырып, банкесі алдарыңыздағы. Дабылды айтты ғой мен еместеп. Қарағым, мына баланың әкесі шынымен сен бе? Ағатай, осы шындықты шылпанға мойындата алмай жүреді. Ай, мойындайтыңыздар кімге керек? Баланың елсің. Енді сендің бе? Баланың әкесі екеніңіз рас болса, осы күнге неге баламен бірге емессіз? Неге дегеніме шолпан қарсы болды. Не себеп? Шолпанжан, келсе, еркекке тәуелді боласың. Маған бас бостандық қымбат деген соң, Ай, қалқамау, ол да сөз болып па. Баланың әкесі мен анасының алдынан өскеннен бақыт бар ма екен? Әй, балбанақтай, асықтай баланы шуға шалды салдыңдар. Әй, қалқамау, әйелдің бақыты бала туып жарға салу емес пе? Әй, әкесі инабатты сияқты. Осы заман жастарынан аман болса, қалай сұлықты көретін боламыз. Бала тұрғанды білгенде, бірге тұрмаған білмеген қалай болады? Өзің сізге тиіп баланы қайда қарап жүрсің, ә? Ой, көке, бала туғызын ба өзін асырап, тәрбиелеп ие бола алмайды екенсің. Тыныш жоқ. Көрінген коляскаға сала беру деген еткен сұмдық. Заманға жабатын түбедегі адамдар бұзылған. айттың ғой бірге келген шолпан жасы. Тоқтай тұрмышы. Менде бір түсіңіз бар. Түсіңізді байға бағайламайшы. Фашистан залымы дейді. Ал, құрметті ғалым, өнертінен бастап бірімізге айтылған сөзіміз сабаға көзіміз жоқ. Оның орнын толтыруға кең төте жолы бар. Ақыры осынша қауым жиналамыз. Осы тұрғанда той жасамадық па? Баланың әкесі мен анасының үйінің тойларын. Менше, не дұрыс тойды бастайық? Әй, тұратыр! Ой, апатай құймақтарыңыз өте орындық істеген. Қане, тойға дайындалыңыз. Әй, тұратыр! Не шыдық болдысың сен? Әй, алар! Не береңді, бермай. Ой, жанға баймай. Бұл жерде басқа той болайын деді. Ана бала алдымызда тұрған екі жасты кеткен. Асықпаңыз, шошпаңыз. Артынша мен де той болайын. Не дейді? Иә, мама. Бүйтіп сіздерді басқа біреудің баласына сейіл кеше өз немерем сыйлайын деп шештім. Осақтан үйренемін. Шырын ба? Екі жүрегім шыдамай қалды мүмкін. Иә, әке. Қалдығымды бұрыннан тасымай беріп жүретін. Осы жағдайы кезек десе де болады. Бол, берене ме? Юра, кемене шешім. Ал мен берің, содан менің де той болады. Өйде.